Сіздерге бүгін хит болған красный бархат пирогының рецептін ұсынбақпын. Жұмыртқа мен шекерді венчикпен жақсылап араластырамыз. Шекер толығымен ерігенше араластырамыз. Сұйық май мен бөлме температурасында асар майды қосып жақсылап араластырамыз. Бір пакет ванилия мен бір шай қасық разрыхлитель қосып тағы да араластырамыз. Ұнымыздың жартысын електен өткізіп араластырамыз. Бір шай қасық қызыл бояғыш қосып тағы да араластырамыз. Бір шай қасық какао қосамыз және қалған ұнды ситодан өткізіп жақсылап араластырамыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды екі бөлікке бөлеміз. Үлкен бөлігін холодильникке, кішкентай бөлігін морозильникке саламыз. Начинка дайындаймыз. Творог, творожный сыр 200 граммнан қосамыз. Жұмыртқа, қант және бір пакет ванилияны қосып блендермен еземіз. Бір келкі массаға айналу керек. Үлкен қамырымызды холодильниктен алып, қолмен диаметрі 24 см болатын формаға жайып шығамыз. Үстіне начинка құямыз. Морозильниктен шыққан кішкентай қамырымызды үкіштен өткіземіз. Қысып тұрған пеште пирогымызды 180 градуста 30-35 минут шамасына пісіріп аламыз. Пирогты толықтай суытып барып кесу керек. Сіздермен болған Олжан Атабайқызы, видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін көп рахмет.